Әлемдік экономикалық дағдарыстың төніп келе жатқандығы туралы аз айтылып жүрген жоқ. Оған қарсы бүгінгі біздің дайындығымыз көп мәселені шешпек. Мемлекеттік жүйелерге дағдарысқа қарсы бағдарламалар дайындау тапсырылды. Олардың көбі әлі ұсынылған жоқ. Алайда ол бағдарламалардың өзегі әлден белгілі. Дағдарысқа қарсы бағдарламалар экономикаға сілкініс, жаңа серпін әкелу керек. Өткен дағдарыстардан тәжірибе жинақтап үлгерген біз қоғамның әлеуметтік әлсіз қорғалған мүшелеріне қол ұшын созу қажеттігін түсінеміз. Жастар, көп балалы отбасылары, жоғары оқу орындарының түлектері мемлекетке арқа сүйемек. Бұл жерде тек қана еңбек ақының өсуі, кейбір жеңілдіктер емес, тұрғын үй мәселесін шешу қажеттігі туындайды. Қолжетімді баспана, ауыздан түспейтін, кейінге шегерілмейтін мәселе. Тұрғын үй құрылысы бағдарламасының орындалу барысын елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қатты сынға алды. Үкіметтің кеңейтілген отырысында ол өткен жылы біз жалға берілетін тұрғын үй құрылысынан 138 мың шаршы метр тапсыруға тиіс едік. 100-дің үстінде ғана тапсырдық деп сынады елбасы. Тұрғын үй мәселесі жолдауда алдыңғы қатардан орын алды. Оның мәнісі зор. Өйткені президенттің халыққа арналатын жыл сайынғы жолдауы бұл маңызды стратегиялық құжат. Биылғы жолдауда қолжетімді баспана екінші пунктте белгіленген. Мұндай жағдай бұрын болған емес. Мәселен, өткен жылы экономика, білім, денсаулық сақтау, тіл саясаты, жұмыспен қамту салаларынан кейін айтылғанда. Енді үкімет 1 шілдеден қалдырмай дайындап, қолжетімді баспана 2020 бағдарламасын қабылдауы керек. Президент жылма-жылға тұрғын үй тапсыруды 6 миллион текше метрге дейін жеткізуді жүктеді. Жалға берілетін үй мөлшері 1 миллион текше метрге дейін жеткізілмек. 500 мың жас отбасы тұрғын үймен қамтамасыз етілуі тиіс. Оның үстіне төлемақы орташа мөлшердегі табысы бар отбасына қолжетімді, сәйкесті болуы керек. Біздің облысымыздың тұрғын үй құрылысы жөніндегі ұстанған саясат қандай? Облыс орталығындағы пәтерлер бағасын кімнің қалтасы көтереді? Тілшіміз талқылайды. Баспана адамның басты панасы. Бүгінде ауылдық аймақтардан қалалы жерлерге қоныс аударып жатқан адамдар қатарының көбеюіне байланысты бұл мәселе өзекті болып отыр. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, Қазақстанда әр екінші отбасы баспанасыз. Баспана салуға бағытталған 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламада аяқталды. Осы жылдар аралығында облыс орталығында көп қабатты 24 үй салынды. Пәтерлерінің жалпы аумағы 70 мың шаршы метр. Өткен жылдың соңында Көктем Мөлтек ауданында 45 пәтерлі 3 тұрғын үй тапсырылды. Ал жалпы 2011 жылы 313 мың шаршы метрден астам тұрғын үй тұрғызылған. Бұл үлкен көрсеткіш болғанымен атқарылған ауқымды жұмыс біздің өңірдің баспана мәселесін шеше алмады. Көкшетау қаласында әзірге 150 мыңға жуық тұрғын бар. Облыс орталығына ауылды жерлерден, басқа өңірлерден, тіпті шетелдерден де қоныс аударушылар көбеюде. Жыл сайын өңірге шамамен 3 мың адам көшіп келетін көрінеді. Әлбетте, оның бәрі баспанамен қамтылмаған. Тұрғын үй бағасының осылайша шарықтап кетуі де осыған да байланысты. Біздің түсірілім топ облыс орталығында жылжымайтын мүліктің нарықтағы бағасы қандай екенмен танысқан еді. Нәтижесінде Көкшетау қаласында сатылатын және жалға берілетін баспана бағасының ай сайын өсетіні белгілі болды. 2010 жылмен салыстырғанда тұрғын үй бағасы 30%-ға шарықтаған. Бір бөлмелі пәтер құны 25-35 мың ақш долларын құрап отыр. 2 бөлмелі пәтер бағасы шамамен 40 мың ақш доллары, 3 бөлмелілері 50, ал 4 бөлмелі пәтерлер 55-60 мың ақш долларына тең. Қалаға көшіп келушілер саны артып келеді, ал тұрғын үй құрылысы бәсең. Мұның бәрі баспана құнына өз ықпалын тигізуде. Үй бағасының қымбаттауы мен жалдамалы баспана бағасы да өсуде. Аренда жилья тоже у нас повысилась. Жалдамалы тұрғын үй бағасы қымбаттады. Бір бөлмелісі 35 мың теңге. Оған қоса коммуналдық қызмет бар. 2 бөлмелі жалдамалы пәтер 45 мыңнан асып жығылады. Оның да коммуналдық қызметін қоса есептеңіз. Бәрінен бұрын басында баспанасы жоқ жас отбасыларға қиын. Жадыра Құланова жолдас екеуі 2 бөлмелі пәтерді 55 мың теңгеге жалдап тұрып жатыр. Түсірілім кезінде отағасы жұмыс бабымен іс сапарда болды. Жеке пәтер жас отбасы үшін орындалмас арман іспетті. Пәтер жалдап тұру өте қымбат, тұрақты әрі табысы мол жұмыс табуда қиын. Менің жалақым пәтер ақысын өтеуге жетпейді. Жолдасымның тұрақты табыс көзі жоқ. Ертең не болатынын болжап айту да қиынға соғады.
Үстіміздегі жылы облыс бойынша 249 мың шаршы метр аумағында тұрғын үй салу жоспарланып отыр. Бұл мақсатқа және жаңа баспаналарға инженерлік желілерді тарту үшін республикалық қазынадан 5 миллиард теңгеге жуық қаржы қарастырылып отыр. Ал Көкшетау қаласында 2 бағдарлама бойынша баспана құрылысы жүргізілмек. Олар тұрғын үй құрылыс жинақ банкі салымшыларына және жас отбасыларға. Нәтижесінде 7 көп қабатты тұрғын үйді 2012-2014 жылдар аралығында салып тапсыру көзделіп отыр. Біздің басқарма ұсыныс беріп, Көкшетау қаласында былтырдан бері жыл сайын 45 пәтерлі үйлер салынады. Олар тек жас отбасыларға арналған. Биыл бір пәтер салынады, 45 пәтерлі, екінші үй салыну басталады. Оның енгізу келесі жылы. Бұл тұрғын үй Көкшетау қаласының құзырында, сондықтан Көкшетау қаласының әкімдігіне хабарласу керек. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі салымшыларына арналып, Аққу балабақшасы маңында 32 пәтерлі 4 жаңа үй тапсырылмақ. Оған қоса Центральный мөлтек ауданында 2 үй салу жоспарланып отыр. Третий класс комфортности. Жаңа үйлердің биіктігі 2 метр 70 сантиметрге тең. Ас бөлмесі 12 шаршы метр. Бір бөлмелі пәтер 46 шаршы метрге тең. 2 бөлмелі 64 шаршы метрді құрамақ. Ал 3 бөлмелісі 88 шаршы метр. 1 шаршы метрдің құны 85 мың теңге. Биылғы жолдауда елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қолжетімді баспана мәселесіне ерекше назар қойды. Жалпы еліміз бойынша жыл сайын 6 миллион шаршы метр жаңа тұрғын үй салынатын болады. Ең алдымен Қазақстандағы жарты миллион жас отбасының баспана мәселесі шешімін таппақ. Осы мақсатқа қол жеткізу үшін жалдамалы тұрғын үй аумағын 1 миллион шаршы метрге көбейту қажет. Қазір Көкшетауға керек болып тұрған мәселе жастар қазір үйленіп жатқан, мысалы өзімнің туыстарым бар, қалада тұрып жатыр. Үйді снимать таптырады, соларға жастарға үй болса, үй салса. Елбасымыз өз жолдауында қолжетімді баспана туралы өте көңіл бөлді. Сол біздің Көкшетауда да сол бағдарлама жол табады деп ойдамыз, соған сенеміз. Себебі жастарға өте керек, бүкіл адамға керек, ол біріншіден пәтер. Ақмола өңірінде елбасы жолдауының осы бағыты қазірден жүзеге асырыла бастады. Нақты айтар болсақ, жасы 29-ға дейінгі жас отбасылардың құжаттарын қабылдау жұмысы басталды. Әзірге олардың саны 1326 отбасын құрап отыр. Олардың 600-ден астамы Көкшетау қаласының тұрғындары. Тізім толыға түсуде. Елбасының жолдауынан кейін көкшеліктердің, әсіресе жас отбасылардың үміті үкілене түскен анық. Себебі бұл түйткілдің өңір тұрғындарының шымбайына батып отырғаны баршаға белгілі. Достық Талғатұлы, Роза Мантаева, Виктор Поляный, Апта.